Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі пайдалы видео аяқ күтімі жайында болмақ. Егер сізде осындай өкше жарылу сияқты мәселе болса, онда осы видео сізге арналады. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және менің арнамда алғаш рет болсаңыз, каналға жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Себебі осыған ұқсас пайдалы видеолар менің арнамда өте көп. Өкше жарылуы бұл сирек құбылыс емес, көпшілікте кездесетін жағдай. Өкшенің жарылуының түрлі себептері бар. Егер себептерін біліп, онымен күресіп және арнайы күтім жасап, жарылудың алдын алсақ, кейбір нұсқаулықтар арқылы жараның тез емделуін қамтамасыз етеміз. Ең алдымен қозғайтын тақырып өкше неден жарылады? Біріншіден, теріге қажетті дәрумендердің жетіспеуі, дұрыс емес аяқ киім, эндокриндік аурулар, дерматологиялық аурулар немесе қышымақ отыр. Аяқтардың ұзақ уақыт бойы жоғары температурада болуы өкше жарылуына себеп болады. Егер дәрумендер қабылдап, аяғыңыздың терісін күтіп жүрген болсаңыз, ал өкшеңіз бәрібір жарылатын болса, онда дәрігерге қаралған жөн. Кейде мұндай зақым зат алмасудың білінуінен, мысалы қант диабеті немесе гипотериоздың салдарынан болып жатады. Ауруды асқындырып алмау үшін тез арада дәрігерге баруды қолға алу керек. Жарылған өкшені емдеудің, оны қалыпқа келтірудің түрлі тәсілдері бар. Соның ішінде өзіме көмектескен бір әдіспен бөліскім келіп отыр. Халықтық медицинада кеңінен таралған үй жағдайында жасалатын әдісті көрсетейін. Ең алдымен бізге 20 грамм дегтярлы сабын, 1 ас қасық ас содасы және ас тұзы, 10 тамшы йод керек болады. 2 литр ыстық суға дегтярлы сабынды үккіштен өткіземіз. Үстіне 1 ас қасық ас содасы, 1 ас қасық тұз қосып, оның үстіне 10 тамшы йод қосамыз. Барлығын ерігенше жақсылап араластырамыз. Тағы да 2 литр суға осы растворды қосып, жылы аяққа жағымды болатындай температурада ванна жасаймыз. Аяқты салып 10-15 минут отыру керек. Уақыт өткен соң аяқты шайып, құрғатып, крем жағамыз. Осы әдісті 10 рет жасасаңыз, нәтижесінде өкше жарылғаны кетеді, аяқ қақсағаны, ауырғаны қояды, аяқ шаршағаны басылады. Ескертетін жайт, жүкті әйелдер мен варикозды адамдарға бұл әдісті жасауға болмайды. Бүгінгі пайдалы видео сізге ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін алғысым шексіз. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Және менен алдағы уақытта қандай видеолар күтесіздер, пікір қалдырып жазып кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен Каусар. Келесі видеоға дейін амандықта жүздескенше.